Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы онлайн бизнестің презентациясы болады. Егер сіз өміріңізде үлкен табысқа қол жеткізуді мақсат қойсаңыз, ақшаның проблемасын шешуді мақсат қойған болсаңыз, осы презентация сізге арналады. Бізде бәрі де табыс табады. Бүгінгі ашық онлайн жобасының спикері Орынбаева Майра боламын. Global 21 бизнес жобасының көшбасшыларының бірімін. Осы Global 21 бизнес жобасы аясында бүгінгі таңда онлайн кәсіпкермін. Өзімді қысқаша таныстырып өтетін болсам, бизнеске дейін негізгі мамандығым инженер-технолог, тамақ өнеркәсібінің мұғалім, яғни 2 жоғары білімім бар. Осы білімім бойынша мұғалім, отдел кадр қызметтерін атқардым. Негізі өмірде ол мектепте оқысам да, жоғары оқу орнында оқысам да, жаңағы мамандықтарым бойынша жұмыс жасасам да, көштің басында жүруді мақсат тұтқан адаммын. Яғни қай жұмысты болса да білек сыбанып, бар күш жігерімді, ынта ықыласымды салып жасайтын бір қасиетім бар. Енді осы қасиетімді осы онлайн бизнес жобасына келіп қолға алғанымда, білек сыбанып, жаңағы көшбасшылық қасиетімді қолданған кезде мен үлкен сахнадан бірақ шықтым. Алғашқы сахнам өзім тұрып жатқан Шымкент қаласында облыстық филармонияның сахнасы болды. Одан кейін Алматы қаласында Балуан Шолақ спорт кешенінің сахнасы, Астана қаласындағы Қазақстан орталық концерт залының сахнасы, қала берді Ресей Федерациясының астанасы, Мәскеу қаласындағы Россия орталық концерт залының сахнасы. Бұл бизнесте мен жеткен жетістіктерім ай сайын алатын табысымнан бөлек 270 мың теңгелік сыйақыны бірнеше мәрте, 216 мың теңгелік премияны, сонымен қатар Мәскеу қаласына, Қытай Халық Республикасының астанасы Пекин, Тяньцзинь қалаларына осы компания есебінен тегін жолдамамен марапатталдым. Мына слайдтағы суреттер сол Қытайдағы, Мәскеудегі сахнадағы, Астана қаласындағы сахнадағы фотосуреттер. Енді әрқайсымыз өмірімізге бағдар беретін болсақ, жас күнімізде өмірден үлкен үміт күтеміз, алдымызға мақсаттар қоямыз. Не күтеміз? Жақсы зәулім үйде тұрсақ, үлгілі отбасы болсақ, балаларымызды өздері қалаған мамандықтарының иесіне оқытсақ, қала берді шетелде оқытсақ, жақсы көлік мінсек, яғни өмірде осындай материалдық болсын мақсаттар қойып өмірімізді бастап жібереміз. Бірақ өкінішке орай жасымыз 30-ға 40-қа келген кезде бұл армандарымыз су сепкендей басылып, өмірдің тауқыметімен, мақсатымыздың қайда қалғанын білмей, мақсаттарымыз орындалмаған сайын еңсеміз түсіп, жаңағы өмірдің ағымына салынып кетіп жатамыз. Балдарымызды жаңағы грантқа, қандай мамандыққа ілінсе, жаңа тегін оқыса болды деп қаламаған мамандығына оқытып жатамыз. Үйлендіретін болсақ, несиеге ақша алып үйлендіріп жатамыз. Баспана, несиеге, жаңа ипотека, өмірбақи банкке табысымызды тасып, айлығымыздан айлыққа жете алмай, яғни арманымыз су сепкендей басылып жатады. Енді мен ұсынғалы отырған бизнес сол жас күніңізде қойған мақсаттарыңызға қол жеткізетін бірден бір бизнес. Енді смартфондардың әлемді бағындырып жатқаны ақиқат. Бүгінгі таңда кез келгеніміздің қолымызда WhatsApp бар, интернеті бар, смартфон, телефон бар. Қайда қарасақ та смартфон, телефон
әлемді бағындырып жатыр. Міне мен ұсынғалы отырған бизнес осы смартфон, телефоныңыз жеткілікті осы бизнесті бастауға. Қала берді ноутбук қажет болады. Яғни кез келген интернет бар жерде мен ұсынғалы отырған жұмысты жүргізе бересіз. Енді сөзім құрғақ болмау үшін бірнеше бизнес серіктестерімнің табыстарынан мысалдар келтіре кетейін. Мына слайдта, слайдтың оң жақ бөлігінде орналасқан көшірме біздің бизнесіміздің бірыңғай сайты бар. dimp.com деген. Осы сайттан апталық табысыңыз, 2 апталық табысыңыз, 1 айлық табысыңыз, немесе бизнесіңізге қатысты болып жатқан тауар айналымының барлығын телефоныңыздан көріп отырасыз. Міне сол сайттан алынған көшірме. Жәмил апайымыз қазіргі таңда медицина саласында жаңағы 30-35 жыл қызмет етіп, зейнеткердегі кісі зейнетке шығып, біздің қатарымызға қосылып, осы бизнесті бастай сала 2 аптада табысы 126 мың теңгені құрады. Оны көшірмеден көріп отырсыздар. Келесі слайд. Айнұр бизнес серіктестеріміздің бірі, мамандығы бойынша дәрігер, көп балалы ана. Біздің бизнесімізге дәрігерлік жұмысын қоса қабат ала жүріп, біздің бизнеске келіп 2 аптадағы табысы 134 мың теңгені құрады. Бұл да жаңа Dimp сайтындағы көшірмеде көрініп тұр. Мейрамгүл 2 аптадағы табысы 150 мың теңгені құрады. Негізгі жұмысы бар. Мейрамгүл сонымен бірге ертең қараша айында Индияда болатын, Гоа аралында болатын жабық іс-шараға саяхатқа жолдама ұтып алды. 270 мың теңгелік саяхат. Ол бала 4 аптадағы табысы 188 мың теңгені құрады. Ол бала басыбайлы осы бизнесте жүрген бизнес серіктестеріміздің бірі, 2 баланың анасы. Міне 4 аптадағы табысы 188 мың теңгені құрап тұр. Dimp сайтынан алған көшірмеде ол анық көрініп тұр. Нұрбану негізгі мамандығы врач-ревматолог. Сол врач жұмысын қатар алып жүріп, біздің бизнесте 2 аптадағы табысы 214 мың теңгені құрап тұр. Бұл әрине оның айлығынан көп табыс. Енді бизнес серіктестердің бәрі бірдей бизнеске келіп, бірден 200 мың айлыққа шыға бермейді. 56 мың 500 теңге алып отырмын Гүлжан 2 аптадағы табысы, яғни бизнеске бөлген уақытыңызға, жасаған жұмысыңызға әрине байланысты. Алтынай жастарымыздың бірі, жас бизнес серіктестеріміздің бірі, 2 аптадағы табысы 35 мың теңгені құрап тұр. Енді мынау командамыздың майталмандары, бизнес серіктестеріміз, командамның мүшелері. Бұл жерде көп балалы ана да бар, зейнеткер де бар, дәстүрлі бизнесте жүрген азаматтар да бар, жастар да бар. Көріп отырғандарыңыздай слайдта командамыздың көшбасшылары десем болады. Яғни осы бизнесте білексібанып жұмыс жасап, үлкен табысқа қол жеткізіп жүрген бизнес серіктестерімнің бір бөлігі. Енді жұмысымыз мынау смартфон телефонмен, ноутбукпен, яғни интернет арқылы жүзеге асатын болғандықтан, біраз осы интернет тақырыбына тоқталсақ. Енді ғаламның жылдан жылға цифрланып жатқаны айдан анық, келісесіздер оған. Мынау смартфон телефон осыдан 10 шақты жыл бұрын тек жаңалықтан ғана көретінбіз, қазір 2-нің бірінің қолында. Мынау ноутбук, компьютер деген осыдан 20 жыл бұрын енді жаңа мектептерге 1,5 келіп, санаулы адамдар соған оқытып бір жаңалық болып еніп еді. Енді жас баланың өзі ноутбук, компьютермен жұмыс жасай береді. Әрқайсымыздың үйімізде компьютер, ноутбук бар. Бұл деген жылдан жылға ғаламның цифрланып жатқаны. Тура осылайша ары қарай ғаламның цифрлана беретіні де анық әрине.
Мәселен, мынау Дубайда 2018 жылы өтетін экспо көрмесіне дайындық барысында робот полицейлік өз жұмысын бастап кетті. Робот полицейлік кәдімгі түрі жаны бар полицейліктен еш кемшілігі жоқ, 6 шет тілінде сөйлейді, бүкіл полицейдің жаңағы нұсқаулығы бойынша жұмысты атқара алатын робот. Өздігінен жүретін, яғни жүргізушісі жоқ автомобиль ақш-та 2,5 мың километр жүріп өтті. Google автомобиль дейді, яғни интернет арқылы басқарылады. Бұл деген сөз, санаулы уақыттың ішінде жүргізушілер жұмыссыз қалады деген нәрсе. Дронды алғаш мәрте 2014 жылы Қытайда осындай бір компанияның жабық іс-шарасына барғанымда алғаш көріп аң-таң қалғанмын. Вертолет сияқты дауысы шығады дызылдап, бірақ өте кішкентай. Кейін бақылап қарасам, ол бізді камерамен жоғарыдан бүкіл іс-шараны, 35 мың адамның үстінен бүкіл іс-шараның бүгешкесімен видеоға түсіріп жүр екен. Міне осы дрон, санаулы 3 жылдың ішінде Қытайда көбейгендігі сонша, ол тек қана Қытайда емес, біздің де өмірімізде қазір дрон қолданылады, іс-шаралар болсын, жеке адамдар да сатып алып пайдаланып жатыр. Қытайда осы дрондарға арналған жолда жүру ережесі заңдастырылды. Бұл деген сөз бізге де келеді деген сөз. Яғни, жаңағы жердің бетінде, жол бойында машиналар белгілі бір жол жүру ережесіне бағынып жүрмесе, әрине апат жағдай орын алады. Дронның соншалықты көбейгендігі оларға да жолда жүру ережесі заңдастырылып отыр. Енді мынау күнделікті пайдаланып жүрген сым, провод дейміз ғой, холодильникті қосамыз тоқ көзіне, телевизорды қосамыз, жаңағы Wi-Fi-ді қосамыз, ноутбукты қосамыз. Осы пайдаланып жүрген сымымыздың бәрі кез келген саладан келмеске кетеді. Себебі бүгінгі таңда Кореяда, Жапонияда сымсыз зарядталатын, яғни зарядный устройствосы зарядталатын телефондар сатылымға шықты. Бұл деген сөз, осы жаңалықтың бәрі көзді ашып жұмғанша біздің өмірімізге басы байлы енетініне мен өз басым көзім жетеді. Енді мынау Билл Гейтс осы мынау ноутбуктың, компьютердің үйімізге келіп қызметін пайдаланып жатқан бірден бір себепкеріміз, Билл Гейтс осыдан 20 жыл бұрын, егер сіздің бизнесіңіз интернетте болмаса, онда сіз бизнесте жоқпын деп есептеңіз деп айтқан екен. Міне осының бәрі бүгінгі таңда іске асып, көзіміз жетіп отырған бірден бір жағдай. Енді сатып алудың барлығы интернет арқылы іске асып жатқаны, ол бүгінгі таңда трендке айналғаны, ол да сөзсіз. Мысалы, үйде отырып осы интернеттің мүмкіндігін күнделікті пайдаланып жатырмыз. Интернет банкинг арқылы ақша аударамыз, үйден шықпай, банкке барып, өшетке тұрып, кассаға талон алып, ақша аударудың қазіргі таңда қажеті жоқ. Карточкаңызда ақша болса, интернет банкинг арқылы аудару қазір күнделікті жасап жүрген нәрсеміз. Ұялы телефонның қызметін төлей салсақ та, қолымыздағы телефон арқылы, интернет арқылы осы нәрсенің бәрін күнделікті такси шақырсаңыз да, Яндекс такси бар, әуе темір жол билетін алсаңыз да, тіпті Дубайға болсын, жаңағы Турцияға болсын, саяхатқа жолдаманы да интернет арқылы бронь жасап, ақшасын төлеп, жолдама ала беру де бүгінгі таңда таңсық нәрсе емес. Яғни, бұның бәрі интернеттің мүмкіндіктерінің жылдан жылға өмірімізге еніп жатқандығы. Енді адамның өміріміздегі басты құндылықтардың бірі уақыт, әрине, ол ақшадан да қымбат десек болады. Мысалы, ақшаны жұмыс істеп тапсаңыз да болады, жоғалтып алсаңыз, яғни қайтына табылатын нәрсе да. Ал мынау уақыт өлшеусіз, осы құндылығымызды қалай қолданып жүрміз. Мысалы, жаңа интернет желісі бар, қазір инстаграмымыз бар, ватсабымыз бар, фейсбугымыз бар. Бір 5 минутке кіріп шығайыншы, не жаңалық болып жатыр екен деп кіріп, сағаттап уақытымызды босқа кетіріп жатамыз. Себебі интернеттегі мәлімет қазіргі таңда
өте мол, иә. Яғни интернет желісінде уақытымыздың қалай зымырап өтіп кетіп жатқанын байқамай жатамыз. Міне енді мен ұсынғалы отырған жүйе, жұмыс тура сол уақытыңызды WhatsApp'та отыратын, Facebook'та отыратын, жаңағы эстрада жұлдыздардың суреттеріне мән беріп, солардың өмірін бақылап отыратын уақытыңызды біздің бизнесте тиімді пайдаланып, осы интернет арқылы жақсы табыс ала алатын бірден бір бизнестің түрі. Енді не ұсынамын сізге? Сізге бизнес жүйе жасауды ұсынамын. Яғни қолыңыздағы смартфон телефоныңыз, кейінірек ноутбугыңыз осы бизнесті іске асыруға қажетті құрал-жабдық. Жоба дайын жоба, қосып алатын еш нәрсесі жоқ, жаңалық қосудың қажеті жоқ. Дайын жоба бойынша жұмыс жасайсыз. Графикті да өзіңіз белгілейсіз. Бір-ек сыбанып, жаңағы күніге 5-6 сағат уақыт бөлесіз бе? Сөйтіп бірден жаңа 200-250 мың табысқа шығасыз ба? Жоқ әлде негізгі жұмысыңызды жасай жүріп, кешке бір мезгіл 1-2 сағат уақыт бөліп 50-60 мың теңге табыстан бастайсыз ба? Бұл графикті әрине өзіңіз белгілейсіз. Салым жоқ бұл бизнесте. Қандай да бір бизнес салымнан басталады, бізде салым жоқ. Сосын пакет көтеріп сату керек екен деп те ойланбаңыз, сату да жоқ. Яғни салым болмағаннан кейін, сату болмағаннан кейін бұл әрине қауіпсіз бизнес. Ең бастысы бұл бизнесте сіз пассивті кіріске қол жеткізесіз. Яғни сіздің қатысыңызсыз табысқа жұмыс жүре береді, табысқа қол жеткізесіз. Енді түсініктірек болу үшін күнделікті тұрмысқа қажетті заттарды дүкеннен тасимыз, супермаркеттен, арзаны қажет болса базардан, ала берді үйдің қасында дүкендерден күнделікті тұрмысқа қажетті, мысалы жуынып шайынамыз, басымыз жуамыз, шампунь керек, оны шаямыз, бальзам керек, күнделікті 2-3 мезгіл тісімізді жуамыз, оған тіс пастасы керек. Міне осы нәрсені сіз супермаркеттен, базардан алған кезде күнделікті орасан зор тауар айналымын жасап жатқаныңызды өзіңіз байқамайтын да шығарсыз. Міне осы нәрсе түсінікті болу үшін мынандай цифрлармен қарап көрейік. Айталық, біздің Шымкент қаласындағы 1 миллион адамның әрқайсысы 5 мың теңгеден тұрмысқа қажетті заттарын бар дүкеннен алды дейік. Мейлі ол супермаркет болсын, ол базардағы дөңгешек болсын. 5 мың теңгеге не аламыз? 5 мың теңгеге бір шампунь аласыз, бас жуатын, бір бальзам аласыз, шаятын, бір жаңа балаларға арналған, бір өзіңізге, үлкендерге арналған тіс пастасын аларсыз. Қала берді жаңағы ыдыс жуатын сұйықтығыңызды аларсыз. Яғни 1 миллион адамның әрқайсысы 5 мың теңгеден тұрмысқа қажетті, күнделікті пайдаланып жүрген затын дүкен арқылы алды деген сөз. 1 миллионды 5 мың теңгеге көбейтетін болсаңыз, сол дүкенге 5 миллиард теңге сауда жасалды деген сөз. Келісесіз ғой, 1 миллион адам 5 мың теңгеден сауда жасаса, 5 миллиард теңге сауда жасалды деген сөз. Енді мен ұсынып отырған бизнес арқылы осы тауар айналымның 10%-ын өзіңіздің интернет дүкеніңіз арқылы өткізетін болсаңыз, ол 500 миллион теңге тауар айналымы болды деген сөз. Әр адам 5 мың теңгеден сауда жасағанда 5 миллион теңгенің тауар айналымы болды деген сөз. Мен ұсынып отырған бизнесте сіздің ең төмен табысыңыз 10%-ды құрайды тауар айналымы. Яғни 500 миллион теңгенің 10%-ы долларға шаққан кезде, долларға аударған кезде 170 мың доллар табыс сіздікі деген сөз. Яғни бір сөзбен айтқанда, супермаркеттің, базардың, дүкеннің қожайынын байытқанша, яғни осы табысты солардың қожайыны алып отыр деген сөз ғой, байытқанша өз интернет дүкеніңіздің тауар айналымын жасаңыз, және таныстарыңызды осы нәрсеге үйретіңіз демекпін. Мен ұсынып отырған бизнестің негізі. Яғни, мынау делдал дүкендер арқылы сату, ол жаңағы
толып жатқан супермаркет болсын, ол кішкене дүкен болсын, иә, ол базар болсын. Осы ескі әдісіңізді, тауар айналымын ұйымдастырып жүрген ескі әдісіңізді мен ұсынып отырған жаңа әдіске ауыстырсаңыз жеткілікті. Яғни қазір 21 ғасыр тікелей өндірушіден интернет желісі арқылы осы тұрмысқа қажет заттың бәрін үйге алдыруға болады. Мен сізге осы жаңа әдіске өтуді ұсынамын. Енді жаңағы 1 миллион адамның бәрінің саудасын мен қалай өзіме бағындырамын, өзіме серіктес етемін деген сұрақ әрине туындайды. Оны уайымдаудың қажет жоқ, себебі айналаңызда адамнан көп нәрсе жоқ. Жаңағы интернет желісінде 5 минутқа кіріп, сағаттап неге отырамыз? Себебі бүкіл адам сол интернет желісінде отыр. Ол баста мой мирдан басталды, одноклассникке қосылды. Яғни әлеуметтік желінің түрі де көбейіп жатыр, онда отырған адамның саны да көбейіп жатыр. Мынау цифрларға қарап отырсаңыз, ВКонтактенің өзінде 52,7 миллион адам отырады екен. Міне адамның бәрін осы әлеуметтік желіден аласыз. Яғни бір ғана әлеуметтік желі емес, мысалы хабарландырулар бар, газеттер бар. Қала берді, телефоныңыздың контактісін ашатын болсаңыз, кемінде 500, егер көп адаммен араласатын болсаңыз, 1000-ға жуық контакт нөмірлер бар. Яғни ол достарыңыз, өзіңіздің көршілеріңіз, бұрынғы, қазіргі дегенде, таныстарыңыз, туыстарыңыз, группаластарыңыз, қызметтестеріңіз, яғни адамда есеп жоқ. Ең маңыздысы, сіз адамда емес, адамның өздері сіздің командаңызға сұранатын шақырмай-ақ шақыру әдісін қалай іске асыруды біздің бизнес жүйеде бүге жүйесімен үйретеміз. Бұл әдіс жұмыс жасайды. Яғни осы әдіспен де адамдар өздері сіздің командаңызға сұранатын жағдай жасауға болады. Мұны жұмыс іздеген адам Яндексте жұмыс деп теретін болсаңыз, 1,106 миллион результат дейді. Яғни жұмыс деп теріп отырған әлеуметтік желіде осыншама адам бар. Бұл адам әрине жұмыс іздеп жатқан адамдар. Ол OLX болсын, ол HeadHunter болсын, ол SuperJob болсын. Яғни жұмыспен қамтамасыз ететін жұмыс жарнамаларын өздерінің несінде хабарлап отыратын сайттар. Енді сіздің тарапыңыздан не қажет? Сіздің ресурстарыңыздан. Біліміңіз маңызды емес, жоғары білім бар ма, жоқ па? Тәжірибеңіз маңызды емес. Мысалы, басқа жерге жұмысқа кіретін болсаңыз, стаж, работу сұрайды, тәжірибеңіз бар ма, біліміңіз бар ма, сол жағына қарайды ғой. Бізде бұның бәрі маңызды емес. Әрине, бар болса, құба-құп, жоқ болса, ол сіздің жұмысыңызға еш кедергі жасай алмайды. Таныстарыңыздың бар жоғы да маңызды емес. Ең маңыздысы ықыласыңыз сіздің. Егер осы жұмысты жасаймын, мен үлкен табысқа жетемін, мен өмірімді өзгертемін деп ықыластанатын болсаңыз, біздің бизнесімізде сіздің ықыласыңыз жеткілікті үлкен табысқа шығуға. Енді бізде бәрінің табыс табатыны жаңа слайдтардан көрдіңіз. Әрқайсының табысы әртүрлі. Яғни біздің Global 21 бизнес жобасының табыстары 4 түрлі бағдарлама бойынша іске асады. Егер қанағат қарын тойдырады, маған аптасына $800 жеткілікті әзірше дейтін болсаңыз, бірінші бағдарламадан бастайсыз. Келесі бағдарлама бар, аптасына жоғары табысыңыз $1600 құрайды. Үшінші бағдарлама аптасына жоғары табысыңыз $3000 құрайды. Ең жоғарғы табыс бізде аптасына $5000 құрайды. Бұл табыстар аптасына есептеліп отырған табыс. Енді айға шағатын болсақ, біз жаңағы жалдамалы жұмыста айлық алып үйренгенбіз ғой. Айлық деп есептейтін болсаңыз, бір айда 4 апта бар. Осы табысты 4-ке көбейтіп, осы 4 бағдарламаның бір айдағы табысын көруге болады.
айталық, ең жоғары табыс бізде 5.000 доллар аптасына, 4-ке көбейтетін болсаңыз, айына сіздің ең жоғары табысыңыз 20.000 долларға дейін жетеді деген сөз. Енді осындай табысқа қол жеткізу үшін мен неден бастауым керек деген сұрақ туған болса, алдымен біздің серіктес компаниямызға тіркелесіз. Тіркелу 2700 теңгені құрайды. Бұл 2700 теңге сізге не береді? Бұл 2700 теңге сізге тіркелу барысында интернет дүкен ашуға мүмкіндік береді. Және сол өзіңіздің интернет дүкеніңізде тауар айналымын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Енді дүкенді аштым, оны тауарға қалай толтырамын, оның қоймасын қай жерге сақтаймын деген сұрақ сізді мазаламасын. Оның бәрі серіктес компанияның құзырында. Яғни ондай нәрсеге сіздің еш шығыныңыз да болмайды, уақытта бөлмейсіз. Енді сол интернет дүкеніңіз арқылы жаңағы күнделікті тұтынып отырған өзіңізге қажетті заттарды интернет желісі арқылы тапсырыс беріп алдыра бастаған кезде сіз белсенді тұтынушыға айналасыз. Әрине, әр жұмыстың қыр-сыры бар, оқитын, сондықтан бұл жерде де оқу бар. Ары қарай Global 21 бизнес жобасының алгоритміне, дайын алгоритміне сәйкес әрекет жасай бересіз. Яғни мына аталған бағдарламаны өзіңіз жеке таңдайсыз, қай бағдарламадан бастайтыныңызды. Егер маған жылдам табысқа шығу керек, мен жылдам табыс тауып өмірімді күрт өзгертуім керек, менде ақша проблемасын бір мәрте және соңғы мәрте шешуім керек дейтін болсаңыз, сізге біздегі ең жоғары табыс деп отырған Турборост 200 бағдарламасын ұсынамын. Бұл бағдарламамен 1,5 жылда 1 миллион доллар табысқа жететін бағдарламалардың бірі. Енді осыншама табыс қайдан алынады? Не деген ақша? Аптасына 5.000 доллар, айына 20.000 доллар деген сұрақ туындаған болса, көзіңізді жеткізейін. Жаңа 2700 теңгемен тіркеліп, интернет дүкеніңізді ашып, сол арқылы өзіңізге қажетті, тұрмысқа қажетті заттарды ала бастаған кезде, сіз белді сатып алушы ретінде ары қарай өзіңіздің интернет дүкеніңізде тауар айналымын ұйымдастыра бересіз. Яғни біздің дайын жобадағы нұсқаулық бойынша оқып, осы команданың қолдауымен 1-2 айдың көлемінде сіздің командаңызда кемі 200 адам пайда болады. Осы 200 адам өзіне керекті өнімдерін 5.000 теңгеге алса, айттық қой жаңа, 5.000 теңгеге бір шампунь, бір бальзам, 2 тіс пастасы, ыдыс жуатын сұйықтығыңыз бар жоғы сол күнделікті қолданылып жатқан ай сайын жаңа супермаркеттен алып жүрген тұтыну заттарын. Осыны сіздің командаңызда 200 адам, әрқайсысы өзіне қажеттісін 5.000 теңгеден алған кезде, сіздің интернет дүкеніңіз арқылы 1 миллион теңгенің тауар айналымы жасалады. Келісесіз ғой, 200-ді 5.000-ға көбейтсек, 1 миллион теңгенің тауар айналымына. Енді осы 1 миллион теңгенің 10-11% сіздің ең төмен табысыңыз тауар айналымынан, ол әрине 100-150 теңгені құрайды. Сонда сіздің ұйымдастыруыңызбен 200 адамыңыз әрқайсысы өзіне қажетті затты 5.000 теңгеге алған кезде, тұтыну заттарымен 1 миллион теңгенің тауар айналымы сіздің интернет дүкеніңіз арқылы іске асады. Содан сіздің тікелей табысыңыз 100-150 мың теңгені құрайды. Енді тағы бір 5-6 айдың көлемінде ықыластанып, осы бизнесті ары қарай команданың арқасында іске асыра бастағанда, сізде командаңызда 1000 адам пайда болады. Енді 1000 адам 5.000 теңгеден өзіне қажетті күнделікті тұтыну заттарын алған кезде, сіздің интернет дүкеніңіз арқылы 5 миллион теңгенің тауар айналымы жасалды деген сөз. Бұл 5 миллион теңгенің тауар айналымынан сіздің тікелей табысыңыз 500-600 мың теңгені құрайды. Бұл сіздің тікелей табысыңыз. Енді сол 1000 адам өзіне қажетті өнімдерін 5.000 емес 15.000 теңгеге, мәселен, менде бар бизнес серіктестері 50-60 мыңдап, 100 мыңдап қажетті заттарын алып жатады.
50-60 мың демей ақ қояйық, 15 мың теңгеден 1000 адамыңыз өзіне қажетті, тұрмысқа қажетті заттарын алған кезде, сіздің интернет дүкеніңізде 15 миллион теңгенің тауар айналымы жасалады деген сөз, сіздің тікелей табысыңыз 1,5 миллион теңгені құрайды. Яғни, сіз саттыңыз ба? Сатқан жоқсыз әрине. Әркім өзінің қажеттісін алды. Үйінде отырып, интернет арқылы тапсырыспен, әркім өзіне қажеттісін алды. Сіз не істедіңіз? Сіз бар болғаны соларға осындай мүмкіндік бар екенін мәлімет бердіңіз және сол арқылы тауар айналымын ұйымдастырдыңыз деген сөз. Бар жоғы осы. Яғни, жаңағы ескі супермаркеттен, дүкеннен алып жүрген әдісіңізді мен ұсынып отырған жаңа әдіске ауыстыруыңыз жеткілікті. Енді ұсынып отырған Global 21 бизнес жобасы ойластырылған, жолға қойылған, бүге-шүгесі қарастырылған дайын жүйе. Сіздің арнайы дайындығыңызды қажет етпейді. Жаңа айттым, сіздің біліміңіз, тәжірибеңіз, жасыңыз, ер адамсыз ба, әйел азаматсыз ба, жассыз ба, үлкен жастасыз ба, зейнеттесіз бе, оның ешқайсысы бұл бизнесте табыс табуға әсер етпейді. Яғни сіздің арнайы дайындығыңызды қажет етпейді. Оқыту бізде тегін, тәсіл 21 ғасырдың заман талабына сай тәсіл. Ең бастысы сізді осы бизнеске келгеннен кейін 500 мың теңге табысқа жеткізу біздің алға қойған мақсатымыз. Енді оқу қалай іске асады? Офиске барып, сабаққа қатысу міндетті емес. Осылайша вебинарлар арқылы, презентациялар арқылы, видео материалдар арқылы оқытыласыз. Telegram деген чат бар, WhatsApp мессенджерінен несі ауқымдырақ. Сол Telegram чатында тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн қолдау көрсетіледі. Яғни бір сөзбен онлайн офис десек болады. Кез келген сұрағыңызға жауап ала аласыз. Кез келген жұмысқа сай нұсқаулық болады. Бізде де егжей-тегжейлі жасалған нұсқаулық бар. Ең бастысы жаңағы сіз адам іздемейсіз, адамдар өздері сіздің командаңызға сұранатын шақырмай-ақ шақыру әдісін оқып үйретеміз. Қала берді, жаңағы тек қана видеодан көрем ба деп те уайымдамаңыз. Офлайн кездесулер ұйымдастырылады. Яғни бетпе-бет, жүзбе-жүз кездесу, сұрақтарыңызға жауап алуыңызға болады. Бір сөзбен айтқанда, бұл командалық бренд ең жылдам өсетін командаға шақырып отырмын сізді. Енді кез келген жұмыстың теріс жақтары болады, иә? Біздің бизнестің де теріс жағы бар. Бұл теріс жағы, мынау дайын біздің ерекше жүйеміздің арқасында, сіз құрылым құрған кезде карьера бойынша жылдам көтерілесіз, табысыңыз күрт өседі. Сол кезде сіздің кәсіби өсуіңіз қалып кетеді. Яғни тапқан табысыңызға сіздің кәсіби өсуіңіз сәйкес келе бермейді. Сондықтан әрдайым оқуға тура келеді. Яғни біздің Global 21 бизнес жобасының вебинарларына, презентацияларына, үйретуші іс-шараларына міндетті түрде қатысып, жетіліп, өзіңіздің кәсіби өсуіңізді шыңдап отырсаңыз жеткілікті. Яғни оқуға тура келеді, бірден бір жаңа кемшілігі жұмыстың. Енді ұсынып отырған бизнесімдегі табысты салыстырмалы түрде сипаттайтын болсақ, негізі жалдамалы жұмыс бар. Бәріміздің үйренген, жасап көрген, басымыздан өткізген жалдамалы жұмыс бар, дәстүрлі бизнес бар, және мен ұсынып отырған Global 21 бизнес жобасы. Осы үшеуінің кіріс табысын салыстырмалы түрде сипаттап көрейік. Жалдамалы жұмыстағы табысты слайдта орташа 100 мың теңге деп алдым. Мүмкін сіздің табысыңыз 200-250 мың теңгені құрайтын шығар.
Мен өз басым соңғы жалдамалы жұмыстағы табысым айына 55 мың теңгені құрады. Енді бір жыл көлеміндегі табысты салыстыру үшін бір жыл уақытты алатын болсақ, мысалы қаңтар айынан желтоқсан айына дейін, бір жыл уақытты жалдамалы жұмыстағы табыс өзгермейді. Сіз білек сыбанып атқарасыз ба? Жоқ, өзіңізге бөлінген 8 сағат емес, 10 сағат қалып жұмысты атқарасыз ба? Мысалы болады, айдың соңында, отчеттың кезінде, жұмыс көбейген кезде жұмыстан қалып, алттан кейін 8-ге дейін, 9-10-ға дейін отырып, жұмысты аяқтап қайтатын кезіңіз болады. Бірақ қанша уақыт бөлсеңіз де, қанша күш жігер жұмсасаңыз да, айдың аяғында алатын жалақыңыз сол 100 мың теңгені құрайды. Өзгеріссіз, яғни. Менің мысалы соңғы жалдамалы жұмыстағы айлығым соңғы 3 жылдың ішінде өзгерген жоқ, 55 мың теңге. Тағы 1-2 жыл істегенде ол өзгерер еді, мысалы 5 мың теңгеге өсер еді. Мен оған анық көзім жетті, сондықтан жалдамалы жұмыстан бас тарттым. Яғни жалдамалы жұмыстың бүгінгі таңдағы бар қыр-сыры осы. Дәстүрлі бизнестің ең қарапайым түрі сауда-саттық. Айталық, базардан бутик ашуға болады, немесе шеберхана ашуға болады. Яғни сауда жасайтын болсаңыз да, немесе бір қандай да бір қызмет көрсететін болсаңыз да, немесе жаңағы шеберхана ашатын болсаңыз да, әрине шығыннан бастайсыз. Ол шығынды кредитке, несиеге алып, бастауға тура келеді. Немесе жиған тергеніңізбен бастауыңыз мүмкін. Яғни, бір сөзбен айтқанда шығыннан бастайсыз. Енді бір жылдың көлемінде дәстүрлі бизнесіңіз алға басып, жаңағы табысқа шығып жатсаңыз, әрине, ол қуанатын жағдай. Бірақ бұл дәстүрлі бизнестің қазіргі таңдағы статистика бойынша 90% бір жылдың көлемінде тоқтап қалып жатады. Себебі дәстүрлі бизнесте табысқа шығу, өзіңіздің шығыныңызды жауып табысқа шығу деген сөз, бұл конкуренцияға төтеп беру керек, күнделікті тауып жатқан табысыңыздан кредитті жауып үлгеру керек. Осылайша дәстүрлі бизнесті бастаған халықтың 90% қайтадан жалдамалы жұмысқа оралып жатқаны өте көп. Мысалы, мен өз басым таныстарым арасында. Яғни дәстүрлі бизнестің қыр-сыры міне осындай. Мен ұсынып отырған Global 21 бизнес жобасында әуелгі табысыңыз 50 мың теңгеден басталады, кемі келесі айда 100 мыңға, одан кейінгі айда 150 мыңға. Яғни, мынау математикада геометриялық прогрессия деген ұғым бар, өсудің ең жоғары түрі. Осы геометриялық прогрессия бойынша өседі табысыңыз. Бірек сыбанып кірісетін болсаңыз, жаңағы турборост бағдарламасын таңдайтын болсаңыз, әрине 200-250 мыңнан басталады табысыңыз, ары қарай күрт өседі. 6 миллион 400 мың теңгеге дейін сіздің табысыңыз бұл жерде бар. Енді осы жаңағы слайдта көріп отырған бизнес серіктестердің табыстары, ол жаңағы біздер алып жүрген сыйақылар болсын, кез келген біздегі табыстың түрі Халық банк арқылы аударылады. Яғни заңсыз төлем жоқ бізде. Барлық табыстың түрі тек қана Халық банк арқылы аударылады. Яғни жаңағы серіктес компанияға тіркеліп, интернет дүкеніңізді ашып, тауар айналымын ұйымдастырып бастағанда, сіз алдымен Халық банкке барып, банкомат картасын ашасыз. Соның айбын счетін арқылы офиске Алматыдағы өкілеттілікке жіберіп заңдастырасыз бухгалтерияға. Сөйтіп табысыңызды Халық банк карточкасы арқылы алып отырасыз. Енді табыс негізі апта сайын есептеледі. 2 апталық табысыңыз әр айдың 10-ында, келесі 2 апталық табысыңыз әр айдың 20-сына дәл уақытында төленеді. Яғни есептейтін болсақ, жаңа жалдамалы жұмыста табысыңыз айына 12 мәрте болса, бізде жылына барлығы 24 рет айлық десек те болады, табысыңызды алып отырасыз. Салық төленеді Қазақстан салық комитетіне. Салықты егер сіз жеке кәсіпкер куәлігі
куәлігіңіз бар азамат болсаңыз 3% төлейсіз, жеке тұлға ретінде тіркелсеңіз 10% төлейсіз. Сонымен қатар бізде пенсия қарастырылған. Мен өз басым мысалы пенсияға жұмыс атқарып жатырмын. Яғни сенімді банкпен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі таңдағы екінші санаттағы банктердің ішіндегі сенімділерінің бірі десек қателеспейміз, иә, Халық банктың. Себебі көптеген мекемелер осы Халық банк арқылы жұмыс атқарады. Енді сіздің табысыңызға әсер ететін бірден бір фактор, қандай серіктес компаниямен жұмыс жасаймыз, иә, сіздің интернет дүкеніңізде қандай тауар туралы мәлімет бересіз. Әрине бұл маңызды. Біздің серіктес компаниямыз уақытпен тексерілген, 22 жылдан бері халықаралық бизнесте, нарықта, ауқымдылығы дүниежүзінің 110 елінде ресми жұмыс жасайды. Мынау жер шарында 200-ден аса мемлекет болса, соның 197-сінде біздің бизнес серіктестеріміз осы интернет дүкендер арқылы жұмыстарын атқарып, табыс тауып отыр. Біздің Қазақстанда ресми өкілеттіктер Астана, Алматы, Ақтөбе қалаларында бар, яғни Қазақстанның батысы, оңтүстігі, солтүстігі мен шығысы осы қаладағы өкілеттіктер арқылы қамтылады. Және кез келген серіктес колл-центр арқылы DIMP сайтынан көріп отырып, қандай да бір табысыңыз туралы сұрақ туындаса, сол жайында колл-центрден тегін қызмет ала аласыз. Әйгілі әлемдік брендмен айтып отырған серіктес компаниямыз. Бұл Қазақстанда Тинши деп аталады. Тинс Қазақстан компаниясын айтып отырмын. Ең бастысы бұл жерде мұраға қалдыратын бизнес. Сіз интернет дүкеніңізді балаларыңызға, немерелеріңізге мұраға қалдыра аласыз. Өнім жоғары сапалы, яғни сатудың қажет жоқ, ол өзін өзі сататын өнім, себебі сертификация халықаралық, күнделікті сұранысқа ие, тікелей өндірушіден келетін, өзін өзі сататын өнім. Бағалары әрине қолайлы, керемет жеңілдіктері бар, ассортимент кез келген жасқа арналған, кез келген жынысқа арналған. Дүниежүзі бойынша 1000-нан тарта ассортимент бар. Біздің Қазақстанда 50-ден аса ассортимент сіздің интернет дүкеніңіз арқылы тауар айналымын ұйымдастыруыңызға болады. Енді интернет арқылы ыңғайлы да жылдам жеткізу ұйымдастырылған. Егер облыс орталығында тұратын болсаңыз, 1-2 күннің көлемінде, алыс ауыл аймақта тұратын болсаңыз, 5-6 күннің көлемінде жылдам жеткізу ұйымдастырылған. Түрлі акциялар болып тұрады. Сонымен қатар бірден бір жоғары табысты, қауіп қатерсіз бизнес құратын, артық шығынсыз бизнес құратын маркетинг жоспар қарастырылған. Бұл маркетинг жоспар әсіресе осы қазан айынан бастап жаңғырды, табыс көтерілді. Қазан айынан бастап ассортимент өнімге баға төмендеді. Яғни жылына 24 мәрте төленетін ресми төлемдеріңізді алып отырасыз. Сосын мынау балдарыңыз болса, немерелеріңіз болса, дипломы дүниежүзі бойынша жарамды жеке колледж бен университет қарастырылған. Қаланың ішінде қаласы бар, бірден бір компаниялардың бірі Тинши компаниясы, қаласын индустриалды парк деп айтамыз. Сол қалада Тайдзишен жеке емдеу сауықтыру орталығы бар, 5 жұлдызды жеке қонақ үйлер бар. Бұның бәрін көзбен көріп, қолмен ұстап барып айтып отырмыз. Құнды бағалы сыйақылар қарастырылған, күнделікті жұмысыңызға алып отырған апта сайынғы, ай сайынғы табысыңыздан бөлек ынталандырушы бағдарламалар қарастырылады. Ол бағдарламалар бойынша қосымша сыйақылар тағайындалады. Бір сөзбен айтқанда, кілтімен дайын бизнес жұмыстың дайын жүйесі. Еш қосып алатыны жоқ, ойлап табудың қажет жоқ. Міне Алматы қаласындағы Тинс Қазақстан корпорациясының өкілеттілігі. Осы кісілер сіздің табысыңыздың
ай сайын жаңағы халық банктегі шотыңызға уақытылы түсуін қамтамасыз етіп отырған өкілеттіктің қызметкерлері, колл-центрге де сұрақтарыңызға жауап беретін осы өкілеттіктің қызметкерлері. Жаңағы мен алған 270 мың теңгелік сыйақыдан басқа 5 мың шартты белгідегі, 30 мың шартты белгідегі, 170 мың шартты белгідегі сыйақылар қарастырылған. Бұл жаңа ынталандырушы бағдарламалар бойынша. Яғни апта сайынғы жаңа тауар айналымнан алатын табысыңыздан бөлек, осындай сыйақыларға да қол жеткізуге әбден болады. Және бұл сыйақылардың барлығы сіздің жаңа апталық табысыңыз сияқты дүкенге, банктегі шотыңызға түсіп отырады. Әр айдың 10-ында осы сыйақы сіздің шотыңызға түседі. Әрине, жаңа ынталандырушы бағдарламаның шарттарын орындаған кезде. Мына автобонустар. Яғни ақшалай сыйақы автобонус, вилла деп аталады. Бірақ соған сәйкес шартты белгідегі табыс теңге түрінде сіздің халық банк шотыңызға түседі. Бірақ жаңағы жылына 2 рет ұйымдастырылатын, өзіміздің Қазақстанда жылына 2 рет ұйымдастырылатын үлкен жабық іс-шарада сізді үлкен сахнаға шығарып, егер көлік автобонус иегері болсаңыз, осындай жаңа майы кетпеген көліктерге мінгізіп марапаттайды. Немесе жаңағы вилланың сыйақысының шартын орындайтын болсаңыз, вилланың кілтін осындай үлкен сахнада марапаттайды. Бірақ ол табысты сіз үй аласыз ба, көлік аласыз ба, немесе несиеңізді жабасыз ба, ол әрине өзіңіз білесіз. Яғни бізде бұл сыйақылар автобонус, вилла деп аталғанымен табыс теңге көлемінде сіздің шотыңызға аударылады. Ол ақшаны қалай жарататыныңыз өз құзырыңызда. Мұны дүниежүзілік марапаттаулар, яғни жаңа автомобильдің, вилланың кілттері сувенир ретінде үлкен сахнада қошеметпен марапатталып, ел алдында еңбегіңіз бағаланады. Бірақ қайталап айтам, жаңағы аталған табыстың барлығы сіздің халық банктегі шотыңызға аударылады. Біздің қатарымызда тек қана әйел азаматтар емес, сонымен бірге ерлер де бизнесте үлкен табысқа жетіп, жұмыс атқарып жүр. Алтын Арыстан ерлер клубының фотоларынан слайд. Бұлардың әрқайсысы бір-бір отбасының отағалары, бизнесте үлкен жетістікке жеткен бизнесмендер, үлкен табысқа қол жеткізген. Енді қорытатын болсақ, ұсынып отырған бизнесімнің мәні не? Мәні тауар айналымын құрасыз интернет дүкеніңіз арқылы, және интернет магазиндердің иелерін оқытып үйретесіз. Жалғыз оқып үйретпейсіз, командамен үйретеміз. Не істеуіңіз керек? Адамдарға бизнес жасау мүмкіндігі туралы мәлімет бересіз. Яғни сату жоқ. Бар жоғы, осындай бизнес мүмкіндіктің бар екендігі туралы мәлімет қана бересіз. Не үшін қыруар ақшаны төлейді сізге? Тауар айналымын құрып, интернет магазиндердің иелерін оқытып, үйретіп, олардың да интернет дүкенінде тауар айналымын құрғанымыз үшін осындай қыруар ақшаны төлейді. Кім көмектеседі? Мен көмектесем, тәжірибелі коучтар көмектеседі, жаттықтырушылар көмектеседі. Яғни бүкіл команда сіздің жылдам табысқа шығуыңызды, кемінде 500 мың теңгелік табысқа шығуыңызды бүкіл командамен іске асырамыз. Нәтижесінде неге қол жеткізесіз? Нәтижесінде жылдам өсетін табысқа қол жеткізесіз, саяхаттарға қол жеткізесіз. Мен жеке өз басым өмірімде алғаш рет осы бизнестің арқасында Қытай Халық Республикасының 3 қаласында, Ресей Федерациясының астанасы Мәскеу қаласында осы бизнестегі еңбегім нәтижесінде бардым. Жаңа 270 мың теңгелік бірнеше, 216 мың теңгелік сыйақыларға қол жеткіздім. Апталық, айлық табысымнан бөлек. Яғни бала шағаңызға мұраға қалдыратын бизнес бұл. Мысалы, жалдамалы жұмыстан шыққан үкімет тарапынан берілетін
солидарный пенсия дейді ғой, зейнетақыңызды мысалы бала шағаңызға қалдыра алмайсыз. Ал бұл жерде жаңағы бүкіл интернет дүкеніңізді бүкіл тауар айналымымен бірге бала шағаңызға мұраға қалдыра аласыз. Яғни жеткілікті өмір сүресіз деген сөз. Несие не екенін ұмытасыз, ақшаңызды сақтауды үйренесіз, сол ақшаңыз сізге келешек табыс әкелетін инвестор дейміз ғой, инвесторға айналасыз бір сөзбен айтқанда. Ең бастысы еркіндікке қол жеткізесіз. Еркіндік деген сөздің орысша түсініктірек, свобода дейміз ғой. Свобода деген сөздің бүкіл мән мазмұнына қол жеткізесіз. Мен мысалы өз басым төркінім Қызылордада апталап тойға барамын, апталап солардың тойларының базарын базарласамын. Астанада үлкен 2 балам бар, туысқандарым, бауырларым бар, ол жаққа апталап жаңағы отбасылық нелерге барамын. Бірақ бизнесім жүре береді. Интернет дүкеніміздегі тауар айналым тоқтамайды. Ең жаңағы қарапайымы балдарыңыздың, немерелеріңіздің мектептегі ата-аналар жиналысына, мектепте болатын іс-шараға. Соның өзіне мысалы жалдамалы жұмыста жүргенде талай жаңағы жиналыстарына бара алмай, мұғалімдердің алдында еңсеміз түсіп түсініктеме жазған күндеріміз болған. Міне осындай нәрсенің бәрі бұл бизнеспен қол жеткізетін. Яғни еркіндікке басыбайлы қол жеткізесіз. Одан қалып жаңағы сыйақы, саяхаттарды компания беріп қана қоймайды. Мынандай үлкен қызыл, красный ковер, красная дорожка деген сөз бар ғой. Мен өз басым жаңа сахналарда тұрғанда, әрине әдемі көйлекпен шығасыз, ол жерде макияж жасайсыз, прическа жасайсыз. Өзімді мысалы жаңа Кан фестивалінің кино жұлдыздарынан кем сезінген жоқпын. Ондай марапатқа мысалы жалдамалы жұмыста мен өз басым ондайды көрген жоқпын. Ең жаңағы жоғары алған сыйақым 10 000 теңге екен жалдамалы жұмыста. Сосын жаңа бір парақ қағаз, грамота, диплом, оны да бір қарапайым жағдайда табыстап жатады. Міне осындай өмірден Кан фестивалінің кино жұлдызы сезінетін дәрежеге өзіңізді көтеріле аласыз осы бизнес арқылы. Ол сіздің сенімділігіңізді арттырады, ол сіздің бизнесте ары қарай өрлеуіңізге ықпал жасайды. Міне осындай керемет мүмкіндікті мен сізге ұсынып отырмын. Егер осы презентация барысында қандай да бір сұрақ туындаса, презентация барысында сұрақ туындап соған жауап ала алмаған болсаңыз, міндетті түрде 1-2 минуттың көлемінде осы видеоны берген адамға хабарласыңыз. Ол сізге сұрағыңызға жауап береді. Яғни үлкен табысқа қол жеткізгіңіз келсе, өміріңізді осындай жақсы дәрежеге көтергіңіз келсе, міндетті түрде хабарласыңыз. Қош келдіңіз дейміз. Бірге жұмыс жасауға біз әр уақытта дайынбыз. Рахмет назарларыңызға. Сау болыңыздар.